Сәлем достар, бүгін сіздерге жүктілік кезіндегі стресс жайлы айтатын боламын. Видеоны соңына дейін қарап менімен бірге болыңыздар. Стресс бұл әртүрлі қолайсыз факторлардың әсеріне организмнің реакциясы. Қысқа мерзімді болғандықтан ол қауіп төндірмейді және жағдайларға бейімделуге көмектеседі. Бірақ бұл күй кешіктірілсе, жағымсыз салдар сөзсіз пайда болады. Стресс әсіресе жүктілік кезінде өте қауіпті. Болашақ анаға әсер ететін психоэмоционалды стресстің жоғарылауы ана мен баланың денсаулығына байланысты көптеген асқынуларды тудыруы мүмкін. Сондықтан барлық жүкті әйелдер стресстен қорғануды үйренуі керек. Оның белгілерін уақытында танып, қажетті шараларды қабылдауы керек. Көптеген адамдар күнделікті күйзеліске ұшырайды. Нәтижесінде адам бұл жағдайға үйреніп, оған назар аударуды тоқтатады. Тұрақты күйзелісті көрсететін бір қатар белгілермен жағдайдың қиын болғанын түсінуге болады. Апатия, летаргия, жұмыс қабілетінің төмендеуі, ұйқының қиындауы, тыныш ұйқы, тахикардия шабуылдары, жылдам жүрек соғысы, тәбеттің болмауы, бас айналу, аяқ-қолдардың треморы, қан қысымының жоғарылауы, иммунитеттің төмендеуі, жиі және ұзаққа созылған суық тию, осының барлығы стресстің белгілері болып табылады. Кейбір адамдар стресске басқаша жауап береді. Мысалы, кенеттен бас ауруы, іште себепсіз ыңғайсыздық, терінің қышуы, ауа жетіспеушілігі сезімі пайда болуы мүмкін. Стресстің себептері көп болады. Олар өмірлік жағдайларға және адамның қабылдауына байланысты. Кейбір болашақ аналар үшін бұл қалыпты жағдай және психологиялық ыңғайсыздықты тудырмайды, ал кейбірі үшін бұл проблемаға айналады. Көбінесе стресс жүктіліктің өзімен байланысты. Болашақ аналарды жиі мазалайтын стресстің себептері физиологиялық өзгерістер, артық салмақ, созылу белгілерінің пайда болуы, фигураны бұзу және тартымдылығын жоғалту қорқынышы көптеген адамдарды күйзеліске ұшыратады. Оның уақытша және қайтымды екенін есте ұстаған жөн. Босану қорқынышы. Болашақ аналардың баланың туылу процесін көптеген мифтер мен жорамалдармен ойлап, көңіл күйіне ықпал еткізеді. Бала туралы алаңдаушылық. Баланы күту кезінде әсіресе жүктілік күрделі болса, әйел түсік тастаудан, мерзімінен бұрын босанудан, мүмкін туа біткен патологиялардан және ұрықтың дамуындағы ауытқулардан қорқып алаңдайды. Мұның бәрі ұзаққа созылған стресске әкелуі мүмкін. Отбасылық проблемалар. Жүктілік кезінде кейде ерлі-зайыптылардың арасында салқындық пайда болады. Әйелге күйеуі оны түсінбейтін және оны толық қолдамайтындай көрінуі мүмкін. Бұған өмір салтының жақын арада өзгеруіне байланысты тәжірибелер қосылады. Мұндай проблемалар бірінші баланы күтетін ерлі-зайыптыларға тән. Қаржылық қиындықтар. Егер отбасының кірісі аз болса, алдағы толықтыруларға байланысты шығындар болашақ ата-ананың қуанышына көлеңке түсіруі мүмкін. Жұмыстағы жанжалдар мен қиындықтар. Әйелдердің көпшілігі жүктіліктің 30-шы аптасына дейін жұмыс істеуге мәжбүр болғандықтан, жұмыс тапсырмаларын шешу және ұжыммен қарым-қатынас болашақ анаға ауыртпалық болуы мүмкін. Өйткені іштің өсуімен жұмыс істеу қиынға соғады және жүйке жүйесі осал болады. Әдеттегі жағымсыз факторлардан басқа күтпеген жағдайларда болуы мүмкін. Мысалы, жұбайымен қарым-қатынастың үзілуі, жазатайым оқиғалар себеп болуы мүмкін. Адам ағзасында стресске жауап ретінде арнайы гормондар, глюкокортикоидтар өндірілетіні анықталған. Жүкті әйелдің қанындағы олардың концентрациясының жиі жоғарылауының нәтижесі плацентаның патологиясы және баланың дамуының бұзылуына әкеліп соғуы әбден мүмкін. Осы және басқа да жағымсыз салдардың ықтималдылығы 100% емес. Көптеген жағдайларда әйелдің ұрық үшін бастан кешіретін стресс қаупі жүктілік мерзіміне байланысты. Жүктіліктің бірінші триместрінде орын алған стресс іштегі ұрықтың жүйке жүйесіне, түсік түсіруге, немесе ұрықтың жақ бет аномалиясының қалыптасуына әкелуі мүмкін. Сондай-ақ болашақ ананың басынан өткерген күйзеліс нәтижесінде бала болашақта шизофренияға шалдығу қаупін арттырады және иммундық жүйе зардап шегеді. Плацентаның жұмысы бұзылуы мүмкін, гипоксияға байланысты ұрықтың жатыр-ішілік дамуының артта қалуы пайда болуы әбден мүмкін. Егер әйел жүктіліктің 2-ші және 3-ші триместрінде күйзеліске ұшыраса, балада гиперактивтілікке бейімділік пайда болады. Стресстің әсерінен болашақ анада қант деңгейінің көтерілуі қаупі бар. Тұрақты стресстің әсерінен күрделі ұзаққа созылған босану немесе баланың мерзімінен бұрын туылуы мүмкін.
өз денсаулығын сақтау және нәрестені қорғау үшін болашақ ана стресстік жағдайлардан аулақ болуға тырысуы керек. Мысалы, жанжал тудыратын жағымсыз адамдармен қарым-қатынасты тоқтату керек. Егер стресс факторларын жою мүмкін болмаса, жағдайға деген көзқарасты өзгертуге тырысу керек. Сондай-ақ, ашық ауада серуендеу, толық ұйқы, көптеген көкөністер мен жемістерді қамтитын теңдестірілген диета, жеңіл физикалық белсенділік, егер қарсы көрсетілімдер болмаса, жүзу, жүкті әйелдерге арналған йога, достармен және жағымды адамдармен қарым-қатынас, хоббиге немесе қосымша демалуға уақыт бөлу стресске төзімділікті арттыруға көмектеседі. Кейбір жүкті әйелдер демалуға көмектесу үшін ароматерапия мен медитацияны қолданады. Сіз не істесеңіз де оң көзқарас маңызды. Есіңізде болсын, 9 ай ішінде сіз өзіңіз үшін ғана емес, баланың дамуы үшін қолайлы жағдай жасау сіздің қолыңызда. Демалу үшін музыка тыңдаңыз. Мұны істеу үшін сіз жағымды тыныш әуендердің арнайы жинағын жасап алсаңыз болады. Егер сіз үйде болсаңыз, хош иісті майлар мен жылы ваннаны қабылдауға болады. Егер сіз проблемаңызды жақын адамыңызбен, күйеуіңізбен, анаңызбен талқыласаңыз, жағымсыз жағдайдан аман қалу оңайырақ болады. Медициналық қарсы көрсетілімдер болмаса, босаңсытатын массаж сеанстарына қатысу пайдалы. Жеңіл кітаптарды оқу ұсынылады. Мысалы, әйелдер романдары және тек позитивті фильмдерді қараңыз. Созылмалы стресспен күресуде маңызды рөл ұйқыға беріледі. Жүкті әйелдер күніне кемінде 9 сағат ұйықтауы керек. Егер жүйке кернеуіне байланысты ұйықтап кету қиын болса, сізге тұнбалар сияқты жеңіл шөптік седативтерді қолдануға болады. Оларды қабылдаудың дозасы мен ұзақтығы дәрігермен талқылануы керек. Жоғарыда айтылғандардың бәрі көмектеспесе, білікті көмекке жүгінуден қорықпаңыз. Қиын жағдайларда жақын адамдардан қолдау табу мүмкін болмаған кезде, жақсы психологпен бірге мәселені шешуге болады. Стресс ішкі секреция бездерінің бірқатар гормондарды өндіруіне байланысты дененің күштерін қысқа уақытқа жұмылдыруға мүмкіндік береді. Бұл кезде жүрек соғысы жиілейді, қан қысымы көтеріледі, терлеу пайда болады. Бірақ жағымсыз әсерлерге қарсы тұру кезеңінен кейін сарқылу кезеңі басталады. Мұндай шамадан тыс жүктемелер жүйке және иммундық жүйелерге соққы береді. Вирустар мен инфекциялармен күресуге жауапты Т лимфоциттердің саны азаяды. Бұл ұзаққа созылған және асқынған суықтың ықтималдығын арттырады. Созылмалы стресс кезінде бұл өзгерістер тұрақты болады. Олардың фонында созылмалы аурулардың өршуі және тіпті онкологиялық процестердің де пайда болуы мүмкін. Психоэмоционалды стресстің жоғарылауы кез келген адамға жағымсыз, бірақ жүктілік кезінде оның әсері әсіресе сезімтал. Күшті жоғалту, құрысулар, асқынған суық тию, кеш токсикоздың даму қаупі, мұның бәрі жағымсыз эмоцияларды бастан кешіретін болашақ анаға қауіп төндіреді. Жүктілік кезіндегі стресстің салдары балаға да әсер етіп, оның физикалық және эмоционалдық дамуында ауытқулар тудырады. Ана болуға дайындалып жатқан әйел нәрестенің өмірі үшін өзінің жауапкершілігін сезінуі керек. Жүктілік кезінде стресстен аулақ болу және қажетсіз уайымдардан дер кезінде құтылу арқылы сіз нәрестеңізді қорғайсыз және денсаулығыңызды сақтайсыз. Құрметті достар, егер де видео пайдалы болса, қазақ тілді арнаның дамуына үлес қосып, арнама тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, қолдап кетулеріңізді сұраймын.